Здравствуйте, дети! Здравствуйте! Ұстаздықты таңдаған Әсемгүл Абдыкаримова қазір нөмірі 11-ші жалпы орта білім беретін мектепте орыс тілі және орыс әдебиеті пән мұғалімі. Айтуынша, тәуелсіздік алғалы бері жас ұрпақ алдында үлкен мүмкіндіктер ашылған. Тәуелсіздік алған күннен бастап еркін елімізде, ана тілімізде білім алып, қазіргі таңда үлкен университетті бітіріп, қазір мұғалім болып жұмыс істеп жүрмін. Мен үшін енді балаларға сабақ беру, қазіргі тәуелсіздігіміздің ұрпақтарына білім беру үлкен бақыт. 1991 жылдың ақпан айында дүниеге келген Әсемгүл 6 жылдан бері ұстаздық қызметін атқарып келеді. Кеудесінде патриоттық сезімі ұялаған ұстаздың отанға деген сүйіспеншілігі ерек. Біз үшін үлкен құндылық осындай тәуелсіздігімізді алып, үлкен жетістіктерге жетіп жатырмыз. Біздің бірінші президентіміздің арқасында Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жұмыс жасап, жақсы ең күшті мемлекеттер қатарына енгізумен тырысты. Енді менің ойымша қазір көптеген жақсы жетістіктерге жеттік, өте дамыған ел болып саналамыз деп есептеймін. Технология жағынан болсын, көптеген мүмкіндіктер берді жастарға, қазіргі жастарға. Біздің президентіміз өзінің қалаулары бойынша мамандықтарын таңдап, қазір иегері болып отыр. Осыдан 30 жыл бұрын Қазақстан енді ғана аяғына нық тұрып гүлдене бастаған еді. Өскелең ұрпақтың жарқын болашағы үшін түрлі реформалар, бағдарламалар жүзеге асты. Сондықтан қазіргі жастар озат, білімді де білікті болуы керек дейді кейіпкеріміз. Үлкен бақыт деп есептеймін, мұндай дәреже. Еліміз қанша қиындық көрді кезінде. Енді осы күнге бір жетіп, шүкіршілік етіп, арғалай Қазақстанды дамыта берейік. Ел егемендігін алған тұста өмірге келген ұрпақтың санасы еркін, ойы азат. Себебі олар дербес елде дүниеге келді. Еркін елдің ауасымен тыныстап, еркін өскен Әсемгүл елге, жерге деген сүйіспеншілігін әсем әуенменен жеткізді. Туған жерім, туған елім, ардақтағаным айбыным, арманымсың арман, думан елім. Мен тәуелсіздіктің құрдасы ретінде осы мерейтойымызбен 30 жылдық тәуелсіздігіміздің толуымен құттықтаймын. Келешекте тек еліміз өркендей берсін, және де көп жетістіктерге жете берсін. Ұрпақ тәрбиесіне тікелей жауапты маманның иығындағы жүгі ауыр. Соқпағы көп бұл жолда. Жүрек қалауымен келген жандар ғана жетістікке жете алады. Ал ұстаздың жұмысының жемісі өнегелі шәкірттері.